Бүгін сіздермен домашний лагман рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болады. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін етімізге тұзымызды, крахмалымызды, жұмыртқаның сарысын, соевый соус, менде соус терияки құйып араластырып бетін жауып қоямыз. Қазанымызға майымызды құйып, бетінен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған етке пияз, капуста, сәбіз, болгар бұрышы, картошка, полусладкий перецімізді және дәмдеуіштерімізді қосамыз. Томатымызды салып, соусымызды құйып, қайнаған суымызды құйып, дайын болғанша бетін жауып пісіріп аламыз. Лагманның тестасына кірісеміз. Оның қалай дайындалу керектігі менің лентамда бар. Астыға қарай түсіп көрсеңіздер болады. Лагманды көп қайнатудың қажеті жоқ. 1-2 минут қана қайнатып, мұздай суға салып аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осымен біздің лагманымыз дайын. Өте дәмді болады. Дәмі сондай тіл үйіретін ерекше болады. Біздің үйдегілердің барлығы жақсы көреді. Сондықтан дайындап көріңіздер. Аз болсын. Сіздермен бірге болған